Күн сайын астрономия ғылымындағы тылсым дүниелердің сырын ашуда қат-қабат қадамдар жасалып жатыр. Олардың бірін біле білсек, кезектісінен хабарсызбыз. Бүгінгі шығарылымызда ғаламның осындай тың жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. 21 қыркүйек күні еліміздің түкпір-түкпірінен аспаннан белгісіз нысанның ұшып өткендігі жайлы хабар тарады. Бірі бұл нысанды комета десе, екіншілері НЛО деп топшылаған. Десе де, бұл ешқандай да ғаламдық нысан емес, Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшқан ғарыш кемесі болып шықты. 21 қыркүйек күні Астана уақыты бойынша 19:04-те Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз МС-22 кораблімен басқарылатын Союз 2-1А зымыраны ұшырылды. Халықаралық ғарыш станция экипажының құрамында Роскосмос ғарышкерлері Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин және НАСА ғарышкері Франциско Рубио бар. Бұл 68-ші экспедицияның жалғасу ұзақтығы 188 тәулік деп жоспарлануда. НАСА ғарыш агенттігі аспан денелерінің траекториясын өзгертуге бағытталған алғашқы ғылыми тәжірибелерін бастады. 26 қыркүйек күні сағат 11:14-те ғарыш агенттігінің автоматты планетарлық станциясы Диморф астероидымен қақтығысқан. Қасақана жасалған бұл қақтығыстың мақсаты алдағы уақытта жерге қауіп төндіретін астрономиялық объектілердің траекториясын өзгерту. Күтілетін нәтиже бойынша Диморф кометасы 1% болсын өз орбитасынан ауытқуы қажет. Алдағы апталар мен айларда ғалымдар миссияның қаншалықты сәтті болғанын анықтайды. Егер нәтиже оңды болса, бұл адамзаттың аспан әлеміне жасаған алғашқы тойтарысы болмақ. 7 қазан күні түнгі аспаннан драконит жұлдыздар ағынын тамашалай аласыздар. Сағатына 10 метеордан құлайтын бұл құбылыс Айдахар шоқ жұлдызында жақсы көрінеді. Драконит ағыны 1900 жылы алғаш байқалған 21P Джакобини Цинер кометасының қалдықтарынан құралған. Жылдамдығы небәрі 20 км/секундты құрайтын драконит ең баяу метеор ағыны саналады. Бір қызығы, бұл метеорларды өзге ағындар секілді таңғы уақытта ғана емес, түнде де бақылауға болады. Осы және өзге де астрономия жаңалықтарын алдағы уақытта біздің арнамыздан көре аласыздар. Видеоға лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.